Қайрат Сәтжанов келді, бас бапкер болып. Бірдеңе өзгерте ала ма? Сөйлесіп көрейік. Қайрат Сәтжанов күні кеше ғана сайланды. Құттықтаймыз бас бапкер болуымен. Бірінші рет емес, екінші рет бас бапкер болып отыр. Жасы 54-те, осы 2021-2022 жылы аралықтарында 3-4 ай ғана бас бапкер болған. Сырқаттанып қалуына байланысты қайтадан орнынан босатылған болады. Одан кейін жастар арасында бас тренер, яғни бас бапкер қызметін атқарады. Ол уақытта әлем чемпионатында екінші орын алды командалық есепте. Одан кейін Азия чемпионатында екінші орын алды 2023 жылы, 2024 жылы Азия чемпионатында бірінші орын алды. Сіздерге түсінікті болу үшін Сабырхан Махмудтың інісі Сабырхан Төрехан бар ғой осында. Жарқын манерде 63 жарымда айырып жатырмыз өзіңізге. Сол жігіттің құрамасын осы біздің Қайрат Сәтжанов басқарады. Енді негізгі тақырып бірдеңе өзгерте ала ма? Негізі менің ойымша өзгерте алады. Себебі ұсынып жатқан үш ұсынысы да өте жақсы. Біріншісі, бас бапкердің өзінің төл шәкірті болмау керек құрамада. Бұл өте жақсы нәрсе, себебі осы үшін зардап шеккен болатынбыз. Екінші мәселе, шетелде мамандар алдырту. Ол енді бұрыннан тәжірибемізде бар, бірақ Қайрат Сәтжанов именно осы шетелден маман алдыруды баса айтқандықтан, бұл жерде де бір өзінің ойлаған бір жақсы тактикасы болуы мүмкін. Үшіншіден, ұмытып қаласың, үшіншіден айтты, жасөспірімдер арасындағы бүкіл құрамалардың бәріне бірдей көңіл бөлеміз еді. Бұл енді шынымен де қысап тұрған проблема еді негізі. Себебі жасөспірімдер, кадеттер үнемі екінші, үшінші орынға кейінгі планға ысырылып кететін. Ұлттық құрама бірінші орынға шығып кете беретін. Енді бірақ ішінде именно қандай жұмыстар атқарылады, оны алдағы уақытта уақыт көрсетеді, көреміз енді. Ең бастысы 54 жастағы Қайрат Сәтжановқа біз сәттілік тілейміз. 34 жылдық үлкен тәжірибесі бар. Қанша уақыттан бері бізбен бірге келе жатыр, ұлттық құрамамен бірге. Сондықтан да бұл кісіге үлкен сәттілік, жеңістер тілейміз. Енді шынын айтсақ, негізі ішкі жан дүниемізбен жанкүйер ретінде айтсақ, көп нәрсе өзгермейді негізі. Бокс стиліміз қатты өзгермейді. Саяси ахуалдарымыз, басқа да әлем алдындағы репутациямыз бір күшті болып кетеді дегенге енді сену қиынырақ. Ең бастысы мен бір ғана сенетінім бұл кісіге жас таланттарды тұншықтырмаса екен болды. Ол тұншықтырмайды да деп ойлаймын негізі. Өздерінің стильдеріне ұрсып, айқайлап, оны стильдерін өзгертіп жіберуге тырыспайды. Ең бастысы осы. Себебі жасөспірімдерге қарасақ, олар өз стильдерімен қазір кімге еліктеп, майонезерге басқаға еліктесе, дәл солар секілді бокстасып жатыр. Ешқайсысына бір арнайы қалып салып беріп жатқан жоқ. Әрқайсысы өзінің жан дүниесіне тән стильдерімен бокстасып жатыр. Дәл осындай стильмен ары қарай жалғастыра беретін болса, осындай қолдауын білдіріп отыратын болса, қазақ бокс стилі бір ғана тактикамен шымыр денелі болып, аяқта тұрып секіріп алып, ударларды, очколарды беріп қашып кетіп тұрмайды. Яғни әркім әртүрлі стильде бокстасатын болады, Құдай қаласа. Сондықтан да жастарға, жасөспірімдерге бұл өте үлкен талантты жастарға үлкен мүмкіндік болып отыр. Құдай қаласа ары қарай жасөспірімдеріміз ұлттық құрамада көш бастайды деген сенім мол. Енді негізі ішкі дүниеде негізі көптеген өзгерістер болу керек еді, бірақ енді ондай өзгерістер болмайды, бірақ Қайрат ағаға сеніп көрейік. Құдай қаласа бұл ағамыз сеніммен біздің үмітімізді ақтайды деп ойлаймын. Осы тұста біз Бақыт Сәрсекбаевтың бір соңғы публикациясына мән берейікші. Ол осыдан 3 күн бұрын, 4 күн бұрын шығарған болатын. Және ол жерде былай айтқан: Қазақстан ұлттық құрамасы бас бапкерсіз қалмайды. Айтжанов кетсе, орнына Сәтжанов келеді деген болатын. Негізі болжамы шынымен де рас, және ол үлкен өзгерістер болмайтындығын іштей сезіп, дәл осы шығарылымды шығарған секілді. Өкінішті, халықтың пікірімен толыққанды пікірлеспегеніне, халықты тыңдамағанына, бірақ енді бәрібір де құрама олар кәсіби мамандар екендігін біліп, оларға шынымен де сенім білдіреміз. Ең бастысы, спортшыларымыз жетімнің күйін кешіп, әлемдік аренада өз орнын жоғалтып алмаса екен, қайтадан бокс державасына айналсақ екен. Жалынды жастарымыздың жеңісті жолдары мол болсын.